Баршаңызға сәлем, Нұрфильмс арнасына қош келдіңіздер. Үйінен ұрланған баг есімді ит ең жабайы инстинктімен байланысып, орманда аман қалу үшін суыққа, аштыққа және қатыгез адамдарға тап болады. Бүгін біз 2020 жылы шыққан Тектік сары фильмінің оқиғасын баяндаймыз. Арктиканың ортасында көп мөлшердегі алтын туралы аңыздар пайда болды. Бұл көптеген авантюрист кеншілерді қызықтырды. Бірақ алыс солтүстікке жету үшін пионерлерге шаналарын таулар арқылы тарту үшін күшті, сау иттер қажет болды. Бұл солтүстік жарты шарда иттерді жаппай ұрлауды бастады. Бек, судья Миллердің иті, қауіпті білмесінен қала ішінде жүріп, адамдармен араласып, пошта тасушының артына жүгіреді. Алайда ол көшеде жүргенде осы ит іздеген қылмыскерлердің бірі Санта-Клара алқабында келіп, бакты тамаша нысанға деп көреді. Қаланы аралап болған соң, ит үйге келіп, қызметшілердің судья Миллердің туған күніне арналған дастархан дайындап жатқанын көреді. Бірақ ол бактың обыр екенін біліп, барлық тағамды жасырып, оны сыртқа шығарады. Зәулім үйден қуылып шыққаннан кейін ит аулада қоянды қуып бастайды. Бірақ судья оның қалаға кетіп қалды деп ойлап, қызметшілерінен дастарханды сыртқа қоюды сұрайды. Аң аулауы сәтсіз аяқталғаннан кейін Бек аула арқылы қайтып келеді де көп ұзамай дастарханды көреді. Дайын тұрған тағамға қатты қуанады. Адамдар үйдің кіреберісіне жиналып суретке түсуге дайындалады. Бірақ камера дайын болмай тұрып, Бек аузында үлкен бір кесек затпен пайда болып, әрине бүкіл дастарханды бүлдіреді. Иттің тойын бұзғанына ашуланған Миллер Бекті жаза ретінде аулаға ұйықтауға жібереді. Бірақ түн ортасында әлгі қылмыскерлер үйге келіп, кішкене доппен итті алдап, қорапқа қамап тастайды. Қылмыскерлердің қолында Бек Арктикаға бара жатқан жолда қорапқа қамалып, тамақ пен сусыз қалып, аман қалу үшін жаңбыр суын ішуге мәжбүр болады. Ұзақ сапардан кейін Бек ақыры біртүрлі көрінетін адамның қолынан босатылады. Бірақ көп ұзамай ол Бек үйреткісі келіп, таяқпен қорқыта бастайды. Бастапқыда ит қарсыласуға тырысады, бірақ мүмкіндігі жоқ екенін түсініп беріледі және басқа иттер сатылуы күтіп тұрған жерге жеткізіледі. Онда Бекке бірнеше күндер алғаш рет тамақ пен су беріледі. Әлсіз болса да ол қабырғаға бекітілген ілгекті жұлып алуға күш жинайды. Қашып шығудың жолын табуға тырысып, Бек есікті бұзып, артында тұрған қылмыскерлердің бірін құлатады. Адамдардан жалтаруға тырысқанмен ол қашып құтыла алмайды, өйткені ол Аляска жағалауындағы кеменің палубасына тұсаққа түседі. Қыр соңында Йоконға келгенде Бекті теңізшілердің бірі жетектей бастайды, бірақ ол қарға алғаш рет аяқ басқанда орнынан тұрып қалады. Осы сәтте жеңіл қар жауа бастайды да ит қар ұшқындарын тістеуге тырысып қатты қуанады, бірақ жетегінен босап айлаққа қарай жүгіріп кетеді. Қашып бара жатып, бак қалтасында гармониканы түсіріп алған Джон есімді қарт адамға соғылады. Аспапты көргеннен кейін Бек затты қайтару үшін адамның артынан жүгіреді. Бұл Джонды өте риза етеді, өйткені оның айтуынша бұл гармониканың үлкен бір сентименталды құны бар. Аспапты қайтарғаннан кейін Бекті ақыры теңізші тауып алады. Ол оны шана тартушылар тобына тағы бір итке қосқысы келетін Перо есімді ескі досына сатады. Өз тобының жаңа мүшесін сатып алғаннан кейін Перо итті лагерге апарады. Онда оның әйелі Франсуаза бәйге үшін 2 есе баға төлегенге шағымданады, бірақ ер адам оның әр тиынына тұрарлық болатын айтып жауап береді. Осыдан кейін жеткізуші Бекті қалаған топ мүшелерімен таныстырады. Олар оны жылы қабылдайды, бірақ Альфа ит Спиц оны мүлде ұнатпайды. Топ толыққаннан кейін Перо олардың поштаны Даусонға жеткізгенге дейін жаңа маршрутпен жүретінін түсіндіреді, бірақ Бек жоспарды тыңдаудың орнына жаңа жағалған шешуге тырысып жерге құлап қалады. Сапарды бастамас бұрын Перо жаңа итті шананы тарту үшін топтың қалаған бөлігіне байлайды, бірақ тәжірибесіз болғандықтан Бек қардың үстіне итеріліп сүйретіліп жүреді, ал қалған иттер онымен күреседі. Басқа малы қалмаған Бек бекініп шананы тарта бастайды, бірақ көп ұзамай қоянға алданып бұрылыстан тура өтіп бәрін жыраға құлатады. Апаттан кейін Перо Бекке олардың бәрі бір топ екен және енді біреу құласа бәрі бірге кететінін түсіндіреді. Француз айтқан сөздерге әсерленген ит өзін итермелеп жолдың қалған бөлігінде бар күшін салады, тіпті толығымен күш-қуатты таусылады. Иттің жағдайын көрген Перо кемпинг құруға шешім қабылдап әйелімен бірге түнге шатыр құрады. Бірақ суыққа үйренбеген Бек түн ортасында оянып адамдардың шатырына кіріп Франсуазаны сыртқа итеріп шығарады. Қарда оянған әйел ашуланып итті сыртқа лақтырып сыртта ұйықтауға керек деп айтады. Бірақ шатырдан шыққан бойда ол сары көзді алып қасқырды көреді. Бұл оны қорқытады, бірақ жануар көп ұзамай тұманға жоғалады. Келесі күні Бек әлі де тоққа ілесуге қиындық туғызады. Бұл оның басымен бұтаққа соғылуына әкеледі, бірақ соған қарамастан олар жеткізілімдерді жасап кешкі асқа балықпен марапатталады.
Тамақтану кезінде спид иттердің бірінің тамағын ұрлайды. Ол ештеңесіз қалады, бірақ Бек өз үлесін беру арқылы жағдайды шешеді. Спиц әлі де өзінің үстемдік етуші еркек мінезін жалғастырады және көлдің суын қалаған жануарлармен бөлісуден бас тартады. Бірақ Бек бәрі бірге ішуі үшін мұзды жару арқылы мәселені тағы да шешеді. Топтың қалған бөлігімен бірге ол шана тартушы болуды үйренеді және көп ұзамай басқа иттерге ілесе алады. Бұл сапардың уақытын қысқартуға көмектеседі. Бағдардың соңғы бөлігінде олар жаңадан қатып қалған көлден өтуі керек, ал Франсуаза олардың басуына болатынына көз жеткізу үшін мұзды қағып көреді. Бірақ кенеттен астындағы еденнің бір бөлігі сынып, оны өте суық суға құлатады. Үмітсізденген Перро әйелін құтқаруға жүгіреді, бірақ Бек жылдам болып ағыспен төмен тартылып бара жатқан әйелдің артынан секіреді. Ол мұздың жұқа қабатын табуға тырысып жатқанда әйелге ұстап тұруға мүмкіндік береді. Кезде Бек қара қасқырдың сұлбасын көріп, бар күшін жігермен оған қарай ұмтылады, еденді бұзады және ақыры Франсуазаны құтқарады. Бірақ Перро оны судан шығарып үлгермей тұрып, ағыс итті тағы да алып кетеді. Қайырымдылықты қайтару ретінде Франсуаза күйеуінен итті құтқаруды сұрайды, бірақ ер адам мұзды бұза алмай тұрғанда Бек оған жанына пайда болып, оған ағаш ұсынады. Иттің судан шыққанын түсінген бойда Перро күлімсіреп оны құшақтайды. Бәрінің аман қалғанына қуанады, бірақ Спиц алыстан бәрін бақылап Бекті бәсекелес ретінде сезінеді. Жылыну үшін олар от жағады, ал Франсуаза итпен сөйлесіп оны құтқарған үшін алғыс айтып, оған өзінің тамағын бір кесектің береді. Бірақ Спиц тағы да жақын жерде болып, жаңа мүшені оның орнын ұрлауға тырысып жатыр деп ойлайды. Әйел шатырға кеткеннен кейін Бек тағы бір қоянның соңынан жүгіріп оны ұстайды, бірақ оны босатқаннан кейін Спиц еш жерден пайда болып, дәрменсіз жануарды жояды. Топтың қалған бөлігі жеркенішпен қарап тұрады. Бек топтың жетекшісі үреді, ол өзін бәсекелес сезініп оған ұмтылады және оның тамағын тістейді. Барлығына қарамастан Бек ешқашан агрессивті ит болған емес және төбелесуден бас тартады. Спицтен бірнеше тістеу алады, бұл оны іс жүзінде дәрменсіз етеді. Бек алға қарай сүрініп соңғы шабуыл жасауға тырысады, бірақ Спиц оны лақтырып жібереді. Бұл оның бөренеге соғылып төбеден төмен домалап кетуіне себеп болады. Бәсекелес ес-түссіз қалған кезде альфа ит оған жақындап тірі екенін тексеру үшін иіскеп оны қарға көміп тастайды. Шайқас аяқталғаннан кейін топтың басқа мүшелері Спицке бас иіп лагерге орала бастайды, бірақ олардың бірі бағынышты болуға қабылдамайды және үруді бастайды. Қалғандарын да солай етуге шақырады. Сол сәтте Бек есін жинап бұрынғы қасқырды көреді, мотивациямен және батылдықпен толады. Бәсекелесінің орнынан тұрғанын көргенде Спиц оған бар күшін салады, бірақ Бек соңғы сәтте жалтарады және қазіргі альфа еркектің мойнынан тістеп оны бір қимылмен жерге құлатады. Осыдан кейін бәсекелес табан Спицтің мойнына қояды, ал Спиц ақыры жеңілген мойындап альфа еркек позициясынан бас тартып топтың мәңгілікке кетеді. Келесі таңда Перро өте ерте оянып Спицті іздей бастайды, бірақ жеткізілімдер күте алмайтындықтан ол басқа итті жетекші етуге шешім қабылдайды. Бірақ Бек оған рұқсат бермейді, жетекшінің орнына барып кетуден бас тартады. Өз орнына сүйретіліп әкелгеннен кейін Перро басқа итті басқаруға тырысады, бірақ ол альфа еркек емес екенін білгендіктен ынтымақтасудан бас тартады. Басқа жолы қалмаған жеткізуші Бекті жетекші ретінде қабылдап, оны жаңа позициясына қояды. Оның жылдамдығымен бәрін таң қалдырады. Ақырында тыныштық орнағанда топ толық жылдамдықпен Даусонға қарай бет алды. Бірақ жолдың жартысында олар үлкен көшкінге ұшырайды. Перро оларға маршрутты өзгертуге бұйырғанымен Бек өз сеніміне сүйеніп үңгір бағытына көшкінге қарай жүгіреді. Ішіндегі жаңа альфа еркек шананы сыртқа шығарады, ал көшкін олардың артынан келеді. Бірақ ақыры олар Даусонға аман-есен және рекордтық уақытқа жетеді. Өзінің алғашқы жеткізілімін аяқтаған Бек адамдарды бақылауды жалғастырады және Джонды тағы да көреді. Бұл жолы әйеліне хат жазып отырған кабинаның ішінде. Келесі таңда Перро қаладан шығып бара жатқанда Джон өзінің жазбасын жеткізуге жүгіреді. Ер адамды көрген бойда Бек тоқтап қамқоршысына пакетті алу керектігін белгі береді, бірақ ол бас тартқанда ит өзі пакетті оның қолына алып Франсуазаға береді. Бәрі дайын болғанда олар көбірек хаттар алу үшін оңтүстікке бет алады, бірақ 8 күнде олар Даусонға қайта оралады. Бұл рекордтық уақыт. Қайта қалаға оралғанда Перро конверттерді пошта қызметкеріне тапсырады. Ол хаттардың бірі оған арналғанын айтады. Хатты оқығаннан кейін ер адам бұл оның бастығынан келген хабарлама екенін көреді. Оған иттерді сатып Квебекке қайтуды айтады, өйткені бұдан былай бұл маршрутта телеграф жүйесі болады. Екеуі шайқалғанымен адам жұбы жануарларды сатып қоштасады. Бұдан былай пакетке Бек жауапты болатынын айтады. Бірнеше күннен кейін Даусонға Хел есімді жаңа зерттеуші келіп иттерді сатып алады, бірақ кету уақыты келгенде иттер шананы тарта алмайды. Ал ол бұған жануарларды жалқау деп ойлап, олар таяқпен ұрып соғуға қорқытады. Осы сәтте Джон пайда болып, шананың жүздері қатып қалғанына және сондықтан олар тарта алмайтынын түсіндіріп, оған иттерге зиян келтіруге
тосқауыл қояды. Осылайша ол жүздерді босату үшін қалақты пайдалануға болатынын түсіндіреді. Бірақ Хелдің не істеп жатқанын мүлде білмейтінін түсінгенде Джон тізгінді алып жалаңаш қолдарымен шананы босатады. Жұмыс істеп жатқанда ол Хелдің алтын іздеп жатқанын сұрайды, ал ер адам растайды. Бірақ Джон олардың көктемге жақындап қалған және осыған байланысты мұз еріп жатқанын айтады. Бұл шанамен көлден өтуді иттер үшін өте қауіпті екенін айтады. Ескертуге қарамастан Хел Джон оның алтынын ұрлауға тырысып жатыр деп ойлайды және айтқандарын бәрін елемейді. Байлық іздеуде өз сапарын жалғастырады, бірақ ол мүлдем түсініксіз болғандықтан ер адам ізден адасып қалады. Амал болып алғандықтан иттерді шананың тауға сүйреуге мәжбүрлейді. Бұл қорқынышты апатқа әкелуге шақ қалады. Сондықтан Хел әлі де өзінікін дұрыс деп ойлайды және иттерді шананы тартуға мәжбүрлеу үшін қамшымен ұра бастайды. Бұл оларға жалғастырудың басқа амал қалдырмайды. Өз үйінен Джон ағаштарда қардың еріп жатқанын көреді және шаршаған топты жолын жалғастыруға мәжбүрлеуге тырысып жатқанда Хелдің артынан баруға шешім қабылдайды, бірақ ол оларды құтқаруға уақытында келеді. Ашуланған Джон Хелді қарға итеріп жібереді, ал мұз кез келген сәтте еритінін айтады, бірақ бұл оның алтынын ұрлағысы келеді деген күдігін одан сайын арттырады. Осыны ескере отырып Хел Джонның Бактың жіптерін кесіп жатқанын пайдаланып өз револьверін ұстап алады және ауаға ескерту оған атады. Оны тоқтататын ешкім болмағандықтан ақымақ Бекті ес-түссіз қалдырады және қалған ауыр жарақат алған топпен бірге өз жолына жалғасты. 2 күн ес-түссіз жатқаннан кейін Бек тұрып өзінің қазірдің өзінде ерігінен көреді. Топтың қалған бөлігі үшін қатты алаңдайды, бірақ қолынан ештеңе келмегендіктен ол тек суға қарап ұлиды. Ол кезде Джон барға барады, ал Бек досының мас болғанын бақылау үшін оның артынан барады, бірақ кенеттен Хел оқиғаға орнына келіп иттер қашып кетті деп айтып Джонға шабуыл жасай бастайды. Джонның қауіпті екенін көрген Бек киім киген зерттеушіге ұмтылып оны тістеуге тырысады, бірақ Хел жағдайды пайдаланып оның құтырған болуы мүмкін екенін және оны құрбан ету керек екенін меңзейді. Осы сәтте Даусонның судьясы барлық фактілерге анықталмайтын және ештеңе болмайтынын айтады, алайда түсінбеушілік кезінде ол Хелдің револьверін суыруға қорқытқанын көреді және оны қараусыздандырып, оны бардан да қаладан да қуып шығарады. Оралғанда Бек Джонның ішімдік иісі шығатынын түсінеді және виски бөтелкесін аулаға көміп тастайды. Ішімдігін қайтарғысы келген ер адам иттің артынан барып оны қайтарып алуға тырысады. Бірақ Бек рұқсат бермегендіктен ол біраз уақыттан бері ұлының жоқ екенін және бұл оның некесінің қалай аяқталғанын ашып ашуынан босады. Түн бойы ояу болғаннан кейін Джон Юкон картасын алып ұлының арманы ешкім аяқ баспаған тауларға бару болғанын айтады. Бұл арманды жүзеге асыру үшін Джон Бекті өзімен бірге картаның сыртын зерттеуге шақырады. Дәл олы әрқашан қалағандай, сонымен олар каноэге отырып ақыры өзендердің шытырман оқиғасын бастайды. Бірақ бірнеше сарқырамалардан өткеннен кейін қайық сынып қалады, сондықтан олар сапарды жаяу жалғастыруға мәжбүр болады. Осы уақытта Хел кек алу үшін Джонның үйіне мылтықпен кіреді, бірақ ол табатын жалғыз нәрсе олар қалдырған карта. Ер адам салған іздерді ұстана отырып Хел бұл алтынды табу жолы деп есептейді және олардың артынан баруға шешім қабылдайды. Осы уақытта орманда жұп тауларды зерттеуді жалғастырады. Олар түн өткізуге шешім қабылдаған ескі кабинаны табады, бірақ құрылысты талдай отырып Джон ескі ішімдік бөтелкесін тауып оны Бек жете алмайтын жерге жоғары қояды. Осы таңда Джон шомылып жатқанда суда жарқыраған нәрсені көреді және не екенін көру үшін сүңгіп кетеді. Өзеннің түбінің алтынға толы екенін анықтайды. Басқаша айтқанда барлық әңгіме шын болады. Көбірек алтын кесектерін іздеп жатқанда Бек бұта арасынан жүгіріп жүрген ақ қасқырды көріп оның артынан жүгіруге шешім қабылдайды, бірақ жыртқышты іздеп жүріп ол өзінің жолынан ауытқуға мәжбүр ететін қоңыр аюмен бетпе-бет келеді. Рында Бек ағаштар арасында тұрып тастың үстінде пайда болған қасқырды іздейді. Қорқынышты жабайы жануар сабырлы түрде жақындайды, бірақ аңғал ит жыртқышты қорқытып ол орманның ортасында қашып кетеді. Қасқыр кеткеннен кейін Бек олардың іздерінің ұқсастығын көреді және жаңа топ құру үшін жақындауға шешім қабылдайды. Осы мақсатпен ол қашықтықта тұрған жыртқыштар мен жабайы шошқаны бақылайды, бірақ олардың бірі тастарға сырғып ағысқа тартылғанда Бек ойланбастан оған көмектесуге тырысады. Сарқырамадан бірнеше метр бұрын қасқыр бөренені ұстап қалады, ал ит жалғыз өзі ағашты да жыртқышты да судан сүйреп шығаруға үлгереді. Осылайша өзінің топқа қосуға лайықты екенін дәлелдейді. Сол сәттен бастап Бек күндерін қасқырлармен бірге өткізеді. Олар оған орманда қалай тамақ табуды үйретеді. Бек кабинаға тамақ әкелген кезде Джон бұрынғы әйеліне хат жазуды жалғастырады. Оған өз шытырман оқиғасы туралы айтып, иттің өзгерістерін егжей-тегжейлі баяндайды. Бірақ сонымен бірге бұл сапар оған да көмектесіп жатыр ма, әлде ол ашкөздікке беріліп бара жатыр ма деп ойлайды. Осы белгісіздікте ұмтылған Джон сол бөтелкені алып Бектің оралуын күтіп кабинаның төбесіне ішіп отырады, бірақ ол оралғанда ол әлде қайда сабырлы болады және ұлының қалай болуды қалайтыны туралы ойлап қалған ішімдікті лақтырып жібереді. Келесі таңда Джон Бектің соңынан еруді шешеді және оның күні бойы орманда қасқырлармен ойнайтынын анықтайды. Иттің үй тапқанын көргенде ер адам өзінің үйіне қайта оралатын уақыты келді деп шешеді және өмірін қайта құруға жеткілікті мөлшерде ғана қалды
қалдырып алтынның көп бөлігін өзенге қайта лақтырады. Ақырында ол әйеліне қайтып оралуға шешім қабылдағанын айтады және Бектің келесі таңда қоштасу үшін кабинаға келуін сұрайды. Бірақ түнде Хелл ақыры орынды тауып шамғал мылтықтан оқ атып бүкіл орынды өртейді. Шуды естіген бойда Бек үмітсіздікпен кабинаға қарай жүгіреді. Бірақ Хелл қазірдің өзінде сол жерде болады және мылтықты иелік ету үшін Джонмен жанжалдасады. Жас болмаса да Джон Хеллдің бетіне жұдырықпен соққы береді. Бірақ Хелл әлі де дауды жеңіп алтыннан талап ете отырып ер адамның жамбасына оқ атады. Басқа амалы қалмаған Джон алтын кезектерін жерге лақтырып ешқандай алтын ұлын қайтармайтынын айтады. Бірақ қалағанын алса да Хелл қанағаттанбайды және оны жоюға дайындалады. Сол сәтте Бек жанып жатқан кабинаның төбесіне пайда болып зұлымның үстіне секіреді. Оны қарусыздандыруға үлгереді. Бірақ Хелл таяқты суырып алғанда ит басынан өткерген жарақатты еске түсіріп толығымен қорқып кетеді. Екінші ойланбастан ер адам итке соңғы соққыны беруге дайындалады. Бірақ соңғы сәтте Бек таяқты аузымен ұстап оны қарусыздандыруға үлгереді. Хеллді кабинаның ортасына сүйрейді. Ол оның үстінде құлайды. Содан кейін Бек Джонға қарай жүгіреді. Ол өлмес бұрын оған тек алғыс айта алады. Бірақ ит оны жалғыз қалдырудан бас тартып досына тірек болады және олар келесі таңға дейін бірге қалады. Солай екі жұп бірге таңды атырып алады. Келесі таңда қасқырлардың бірі Бекті жұбатуға келеді. Екеуі орманға аттанады. Онда ит топтың жетекшісі ретінде оларды қорқынышсыз өмірге жетелейді. Олар өз үйіне қауіп төндіретін кез келген адамға қарсы тұрады. Егер фильм ұнаса, маған тіркеліп лайк басып, мені қолдап кетіңіздер.